Так, мен айтайын дегенім, мына остановка деген, ана мына бұрынғы жол әдемі болып тұр. Не үшін мына остановканың алдын, мына жерге дейін ойып алып келгенде, алдын жаман қылып тастап кеткен. Не үшін бүйткен? Бұл жол жөндейтін алаяқтар айтсын дейді. Жол жаман, анау мынау, остановканың алды анау мынау. Бұл ненің жол жөндейтін алаяқтардың келесі алда шығып жатқан жолға, келесі жылға жасап қойған қулығы. Міне. Ал депутаттар, не айтасыңдар? Мына жерге дейін қазған, бұлай. Мына жағы бөтшіт болып жатыр. Қанша жыртық қылып, жамау қылып кеткен. Мына жағынға. Айдай тіп-тегіс болып тұр. Мұнаның алды да бұрын осындай болатын. Көрдіңіз бе? Тек қана остановканың алдын қазып кете берген. Остановканың алдын қазады, халық жүріп жатыр, жұмыс жүріп жатыр. Осыны қазір январь-февраль болды да, март уже енді қазады. Енді осы айдың аяғында қазады жолды. Сөйтіп январьда не қылады? Январь айында қайтадан басады. Қазғанда қалай қазған? Әне, 1 миллиметр ма, 2 миллиметр ма бетін сырып кеткен болды. Әне. Сосын аржаннан асфальт не қылған? Құйған. Әне. Жыртықтан бал, жамау қылып тастаған. Бұны кімдер істеп отыр? Бұны үкіметке бағынбайтын крупный мафия істеп отыр. Бюджетті тонайтын, бұрын тона үйреніп қалған, сондай үлкен мафия істеп отыр. Бұған сенің жаңағы басқа депутаттарыңа да, анаңа да, мұнаған да қойғаны бар екен. Бұл бюджетті Қазақстан депутаттарын қойған адам. Қазақстан депутаттарын менсінбейтін, Қазақстанның депутатынан да бай, заңға тышқан сүйгені бар екен. Сондай адамдар жасап отыр.